негіз тоныңызды көтерсеңіз, көзіңізді бақырайсақ қорқып қалады деп ойласа, айналар бір қорқатын жастар емеспіз, Аллаға шүкір. Мен білем, бұл мәселе бойынша қанша рет жиналғанын білесіз бе? Неге шешілмейді енді? Неге бұл кісілер қайтадан келе береді? Жалпы 130-140 миллион ақша кеткен. Сізге тағып қойсам рұқсат па? Мына жерге қойсаң, кішкенсің. Рұқсат емес па, тақсам? Таға бер. Енді бұлар жерді берді. Бұлар сонша расход істеді. Енді бұл расходты енді өкімет қайтаратын болса, жерді. Бұлардың шығымын кім өтейді? Біргөлік демалыс аймағына қомақты қаржы құйған 40-қа жуық кәсіпкер жерінен айырылу қаупінде тұр. Олар бірнеше жыл бұрын ресми қаулы алып, құрылыс пен сәулет бөлімінен рұқсат алғанын айтады. Бүгінде сот шешімімен аталған жер телімдері заңсыз деп танылған. Мен дәл қазір сәтте Біргөлік демалыс аймағында тұрмын. Дәл мына мен сол жағымдағы коттедждер, жалпы құрылыс салынған нысандар, кәсіпкерлік нысандар сүріледі, заңсыз деп жатыр. Міне қаншама қазақ міне өздерінің қолмен, маңдай терімен салған, құрылысын жасаған, жалпы кәсіп бастаймын, туризм дамытам деген азаматтар міне қазіргі сәтте опық жеп отыр. Бұрынғы әкім қаулы шығарған, сатып алған, гасктан бүкіл жерден заңды түрде құрылыс бастаған, алайда соңында міне қазіргі сәтте сот қаулысында жалпы шешімінде заңсыз деп тапты. Қазіргі сәтте бірінші соттан жеңілген, облыс соттан да жеңілген, енді кассацияға барамыз деп отыр. Одан бөлек мына қараңыздар, мына жерде бүкіл инфраструктураның барлығын осы кісілер өз қолдарымен істеген. Ауылдың әкімі келген, әкімі келіп көрген, жағдайды көрген, құрылыс заңды деген. Енді міне жеме-жемге келгенде міне бүкіл құрылысты бітіп, бизнесті бастаймыз, міне қонақтарды күтеміз, туристерді күтеміз деген кезде аяқ астынан міне осындай ел күтпеген, өздері күтпеген шешімге тап болып отыр. Қыруар қаржы қыл үстіндегі бизнес кәсіпкерлердің сөзінше әрқайсысы демалыс үйлерін салуға 30 миллион теңгеден 300 миллион теңгеге дейін инвестиция салған. Бүгінде нысандардың бір бөлігі салынып, кейбірі турист қабылдауға дайын тұрған. Туризмді дамытамыз деген азаматтар енді жиған тергеннен айырылып қаламыз ба деп алаңдаулы. Осы жер дауымнан 2006-дан бері дауласып жатырмыз Төле би ауданының әкімімен. 2006 ма 16 ма? 2006. 2006-дан бастап дауласып келе жатырмыз. Өздері береді, мысалға жерді өздері береді де, неге береді олар? Егер кейін тартып алатын болса, бәрін бұзып тастайтын болса. Қазір енді мына қаншама жігіттерге жер берген мына жерден барлығы не салған жаңағы, коттедждер салған әдемелеп.